Баршаңызға сәлем, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үлпілдек, жұмсақ тойларында қойылатын бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Біздің бауырсағымызды бастау үшін бізге алдыменен жылы су қажет болады, 250 мг. Одан кейін жылы сүтіміз керек. Бұл да 250 грамм болады. Енді қазір 3 ас қасық қант салатын боламыз. 3 ас қасық, 1, 2, 3. Және осындай 1 шай қасық дрожжіміз саламыз. Міне, мендегі қазір сухой дрожж. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Үстіне сары майымызды қосамыз, ерітілген. Және де 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Және де 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Және де 50 грамм майонез қосып, тағы да 1 кило масса болғанға дейін жақсылап араластыратын боламыз. Және де алдын ала дайын тұрған електен өткізілген 1 килограмм ұнымызды 3-ке бөліп, жақсылап илейтін боламыз. Немесе 2-ге бөлсеңіздер де болады. Және де достар, менің инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де бауырсақтарыңыз жақсы шығып жатса, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Екінші бөлігін салып жатырмын. Енді қазір ешқандай комок болмағанға дейін жақсылап ұнымызды илейтін боламыз. Мендегі ұн дәни нан ұны, высший сорт. Қолымызбен әрі қарай жақсылап араластырып илей беретін боламыз. Ал енді 3-ші бөлігін қосатын боламыз. Әлі де менің YouTube арнама тіркелмеген жандар болса, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы рецептерді, бір жасағаннан шығатын рецептерді салатын боламын. Және де қазақша контентке қолдау білдіре отырыңыздар. Комментария және лайктарыңызды басып отырсаңыздар, өте қуанып қалар едім. Достар, мінекей дайын болған қамырымызды бетін жауып, және де пищевая пленкамен жауып, 1,5 немесе 2 сағатқа жылы жерге көтерілгенге шейін қойып қоятын боламыз. Мен духовкада 50 градусқа жетер-жетпеске қойып, 2 сағатта ашытып алатын боламын. Қамырымыз ашыды, мінекей. Әдемі болып көтерілді. 2-ге бөліп алып, бірінші жартысын жайып бастаймыз. Көп ұнның қажеті жоқ. Қатты баспай, жай-жайдан жайып шығамыз. Мінекей қалыңдығы осындай болу керек. Мінекей осындай насаткаменен бауырсағымызды кесіп шығамыз. Ал қалған қамырларын қайтадан илеп, қайтадан бауырсақты жайып шығатын боламыз. Достар, мінекей қараңыздар, арасына алшақ-алшақ қойдық. Себебі қазір 30 минут расстойкаға қоямыз. Содан кейін бұл көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалмайтындай болады. Бірінші жаңағы пленкаменен жабамын. Үстінен полотенце немесе осындай майлықтарыңызбен, барлық бауырсақтың беті осылай жарты сағатқа жабық тұру керек. Көтерілген бауырсақтарымызды қызып тұрған майда орташа отта әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте жұмсақ, өте дәмді